жылдам хабарнама шұғыл дерек Нұрсұлтан Назарбаевтың қолы кесілді. Бұған не себеп болды? Егер осы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және бір ғана лайк түймелерін басып видеоролигімізді соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. Экс-президент басшылық ететін самұрық-қазына орын бөлетін мүшелері барлығы тарап кетеді. Бұл жердегі жұмысшылардың бәрі жұмысшылар арасындағы бәсекелес және де олардың арасындағы дамуды дамыту бойынша жұмыс алып барған. Самұрық басшылығы кеңес құрылымының құрамына кірмеген еді. Нұрсұлтан Назарбаевтың мүшелері, олардың ақыл айтқаны жөн, оларға ақы төленбеді. Нұрсұлтан Назарбаевтың бастаған көшшілері ақыл айтқан үшін айлық алған жоқ дейді. Сонымен қоса Нұрсұлтан Назарбаевтың жанында Ахметжан оны басқарған болатын. Қасым-Жомарт Тоқаев самұрықты талай рет сынға алып, оннан Венхолдқа ешқандай пайда келмей жатқанын айтып өткен. Сонымен қоса медхолдингтер 7.000 миллиард теңге бұл жол бөлінген. Алайда бұнда мін табылды. Медхолдингте істейтіндердің штампы бір-біріне ұқсас. Сонымен қоса бәйтеректің бір ғана шығыны 54 миллиард теңгені құраған. Бұл есе үлкен сома. Оның 26 миллион теңгесі айлығы үшін жұмсалған.